Құрметті достар, бүгін сіздерге электронды үкімет порталы арқылы мемлекеттік тестілеуге тіркелуді көрсететін болам. Ол үшін бізге біріншіден мынау NCA Layer деген программа керек. Бұны сол интернетке жазсаңыздар скачать етіп алуға болады. Одан кейін egov.kz дегенге кіреміз. Кіргеннен кейін өзіміздің әдісіміз бойынша тіркелеміз. Кіргеннен кейін қазақша түсінетін. Жұмысқа орналастыру және жұмыспен қамту дегенге басамыз. Үшінші сол жақта мемлекеттік қызмет деп тұрады. Сол жерге басамыз. Және осы жерде мемлекеттік қызметке байланысты бірнеше қызметтер көрсетілген. Егер де сіз мемлекеттік қызметке тест тапсырып, яғни ОЛК жеке қадір қасиет бағалау тестінен өтпей қалған болсаңыз, оған бөлек тіркелуге де болады. Бұл мынау. Ал егер сіз енді бірінші рет тапсырайын деп жатқан болсаңыз, мынау мемлекеттік қызметшілерді бос мемлекеттік әкімшілік лауазымға орналасуға үміткерлерді және құқық қорғау қызметіне алғаш рет кіретін азаматтарды тіркеу дегенге басасыз. Немесе сіз жоғалтып алған болсаңыз, осы жерден сұратып алсаңыз болады, тестілеу өту туралы сертификаттың төлнұсқасын, сотталғандығы туралы анықтама алуға болады. Яғни біз қазір мемлекеттік қызметшілерге тест тапсыруға тіркелуге кіреміз. Онлайн сұрау дегенге кіреміз. Онлайн сұрау деген ішінде екі қадам тұр. Яғни бірінші қадамда сіз өзіңіздің нақты мәлімет, телефон номер, тағы басқа тересіздер. Аймақ және бағдарлама дегенге басасыз. Осы жерге шығады. Яғни сіз қай қалада, мысалға мен Алматы қаласынан Байзақов көшесі, Төле би көшесі 155, Төле би Байзақовада орналасқан. Осыған басам. Бағдарлама. Бұл жерде сіз өзіңіздің нақты қай бағдарлама тапсыратыныңызды білуіңіз керек. Яғни құқық қорғау 1, 2, 3, 4 немесе әкімшілік қызметтің 1, 2, 3, 4 бағдарламасы. Тағы бір айта кететін жағдай, егер де сіз құқық қорғау қызметінің екінші бағдарламасын таңдасаңыз, онда сіз ОЛК, яғни психотестті де екінші бағдарлама бойынша тапсырасыз. Егер де кейбір ерекше жағдайлар болады, сіз екінші қорғауды тапсырып, бірінші психотест тапсыруыңыз мүмкін. Бірақ оны жұмыс беретін, жұмысқа конкурсты ашық деп жариялаған органнан нақтылау қажет. Егер сіз нақты бағдарламаңызды білетін болсаңыз, сол бағдарламаны таңдайсыз. Мысалға, мен құқық қорғау қызметі екінші деймін. Жеке қасиеттер. Жеке қасиетін көрдіңіздер ме? Маған екі таңдау шығып тұр. Бірінші немесе екіншісі. Құқық қорғау қызметі екінші таңдасам да, бір мен екі шығып тұр. Яғни оны біз нақтылауымыз керек. Мысалға, мен прокуратураға бір рет тапсырған кезімде құқық қорғаудың біріншісін тапсырып келіп, бірақ психотест екіні тапсыр деген. Мысалға, мен қазір бірді таңдасам, бірді таңдаймын, немесе екіні таңдаймын. Күн. Яғни бұл жерде кәдімгі күндері емес, сіздер мысалға мен бүгін 14 күні тіркеліп отқан болсам, маған 28 күні бос деп шығып отыр. Сәйкесінше, егер де сіз тестке тіркелетін болсаңыз, бүгін тіркеле салам болды, бүгіннен бастап тіркеледі деген жоқ. 2 апта бұрын, 1 апта бұрын, 10 күн бұрын, 1 ай бұрын тіркеліп қояды, яғни орындар қалмауы мүмкін. Сол үшін, егер де сіз тестқа дайындықты бүгін бастаған болсаңыз, тіркеліп қоя салыңыз. Яғни кейінірек бұны өзгертіп тастауға болады, ол күнге, келесі күнге, басқа күнге тағайындауға болады. Сәйкесінше, тіркеліп қойсаңыз, дедлайн болса, сізде дайындық жылдамырақ жүреді. 28.04. Енді орны мен уақыты. Мысалға қараңыз, 28 күні бос деп шығып тұр ма? Ол күн бізде қай күн? 28 күні бізде сәрсенбі болып тұр. Сәрсенбіден кейін, сәрсенбінің өзіне таңғы 9-ға 6 орын қалған. Яғни бұл нені көрсетіп тұр? Бізден де басқа адамдар осы айға орын бос аз, өте аз деген сөз, орынның бос орындар. Мынаны басасыз, келесіз дейсіз. Одан кейін мен осылай сіздің мәліметтеріңіз тіркелгендер шығады. Мәртебені жаңарту дейсіз. Қазақша, орысша екі тілде сіздің өтінішіңіз мен неңіз шығады. Яғни осылардың барлығын басып алып, шығарып аласыз. Одан бөлек, енді осы сізге келгеннен кейін мына жаққа кіріп көресіз, барлығын шығарып алып, егер де ішіне кіріп көретін болсаңыз, мынау бағана қолхат, мемлекеттік өтініш дегендерді жазылып тұрады. Қай күні, қай жерде тапсыратыныңыз, осы жерде тіркеліп тұр. Яғни бұл жерде тексеру керек нәрсе, яғни сіздің аты жөніңіз, тегіңіз барлығын тексеріп алу керек. Өтетін күнін, өтетін уақытын, өтетін жерін барлығын тексеру керек. Яғни кейбір жағдайларда мынау құқық қорғау қызметінің екінші бағдарламамен бағана таңдадым. Бірақ кейбір жағдайларда мынау системада сбой болып, бірінші бағдарлама таңдалып кетуі мүмкін, немесе мүлде әкімшілік таңдалып кетуі мүмкін. Яғни сіз сонша уақыт тіркеліп қойып,
осыны тексермегеннің нәтижесінде ертең тестке шығарып барған кезде қате болып ол тестті кіргізбей қою мүмкіншілігі бар. Сол үшін осыны істедіңіздер, мынаны қолыңызға шығарып алып бір тексеріп көріңіз. Фамилияңыз дұрыс па, тапсыратын уақытыңыз, күніңіз, тапсыратын жеріңіз дұрыс па, бағдарламаңыз дұрыс па, осының бәрін тексеріп алған дұрыс болады. Одан кейін осының бәрін шығарып болғаннан кейін мынаны распечатка істеп алып барған дұрыс. Себебі ол жерде сізден сұрауы мүмкін. Негізінде оларда базада да бар, бірақ сіздің қолыңызда болғаны дұрысырақ болады. Осылай жасаймыз. Одан кейін келесі, енді бұл тестқа бармай қалатын болсақ, немесе күніміз өзгеретін болса, не істеу керек деген сұраққа келетін болсақ, онда осылай жасаймыз. Баған тура жаңағы не бойынша кіреміз, яғни мемлекет қызметшілерді, бос мемлекеттік әкімшілік лауазымға орналасу үміткерлерді және құқық қорғау қызметіне алғаш келетін азаматтарды тестілеу деген кіресіздер. Онлайн сұрау дейсіздер. Тура жаңағыдай таңдап шығасыз, мысалға Алматы қаласы. Осы жерде сіз бағдарламаларды, яғни дәл сол күні тапсыра алмайтын болып қалдыңыз емес, тағы басқа болатын болса, сол неге кіресіз, бағдарламаны таңдайсыз, сізге бұл қатысушы қосымшаны жасады деп шықты. Тіркеуден шығару дейсіз. Яғни сіз шынымен тіркеудің күшін жойғыңыз келеді ме? Яғни сіз алдында тіркелгеніңіздің күшін жоя аласыз. Иә дейсіз. Міне, қайттан жаңадан тіркелу ашылды. Сәйкесінше сіздің бағанағы тіркелгеніңіз уже жарамсыз. Екінші рет тіркелген кезде сіз оның күшін жойып, басқа күнге тіркеле аласыз, немесе мүлдем күшін жойып жібере аласыз. Яғни бұны да білген сіздерге дұрыс болады деп есептедім. Көп рахмет.